Мен Шакирова Әсел. Осы мектепте уақытша мұрағатшы ретінде қызмет атқарамын. Жоғары педагогикалық дипломым бар, педагог біліктілігім бар, көп балалы анамын. Және жолдасым жұмыссыз. 2025 жылдың наурыз айында мектепте құқық бұзушылықтар туралы ресми арыз жазғаннан кейін мектеп директоры тарапынан маған жаңа түрлі қудалау, қысым көрсету басталды. Қазіргі таңда мені жұмысымнан босату үшін түрлі жаңағы жолдар қарастыруда мектеп директоры. Мектептің іс-қағаздарын жүргізуші еңбек демалысына кеткен кезде бұл қызметті маған уақытша қосымша жүктеп берген болатын. Бірақ кейін ол қызмет орынсыз түрде тартып алынып, сырттан қызметкер алып, жұмысқа қабылдады. Бұл менің еңбек құқығыма қайшы әрекет деп білемін мен өзім. Декреттегі мұрағатшы қызметкерін жұмысқа шақыртып, директор өзі оны 1-2 айдан кейін қайта бала күтіміне жіберіп, мені жұмыстан босату көзделіп отыр директордың тарапынан. Мен осы орайда мектепке тарих пәні бойынша 4 сағат бос жүктеме бар екенін білемін. Менің біліктілігім мен әлеуметтік жағдайымды ескеріп, аталған сағатты маған тұрақты түрде беруді мен сұраймын, талап етемін. Және де мен 18 сәуір күні отбасылық жағдайыма байланысты еңбек демалысын сұрап директорге өтініш апарған болатынмын. Ол өтініш заң несі бойынша 3 жұмыс күн ішінде қаралу керек. Мен 18 апардым, бүгін 23 сәуір, 3 жұмыс күні өтті, маған ешқандай жауап қайтарылған жоқ. Ол директордың айтуы бойынша, білмеймін қандай заңға сүйеніп отырған, маған 15 күн ішінде жауап қайтаруға құқым бар деп отыр. Және түрлі нелер, қоқан-лоққылар көрсетіліп жатыр дедім ғой. Соның бір ретінде маған 3 рет айтып кетті. Сенің үстіңнен акт жазам, сенің үстіңнен акт жазам деп осымен директор. Оның біреуін маған айтады. 17 сәуір күні жұмысты аяқтар кезде маған сырттан қызметкер алып келді. Іс-қағаздарын жүргізуші бүгіннен бастап осы кісі сен орынды босат деді. Маған бірақ приказбен Аяжан жұмысқа шыққанша 7 мамырға дейін тағайындап берген болатын. Оны неге менен орынсыз тартып алады? Себебі мен осы директордың үстінен арыз жазғандар қатарында бармын. Сол үшін ол менен тартып алғалы отыр. Сосын соны әкелгеннен кейін жақсы мен сейфке соңғы 5 жылдың бұйрықтарын салып қойдым. Сейфке ол мұрағатта тұру керек негізінде. Сейфке салдым. Сейфке салған себебім приказдарды ол кісі өзгертіп жатыр өз тарапынан. Приказдар бір рет жазылу керек, өзгертуге ешкімнің де құқысы жоқ, шын мәнінде. Сосын өзгертіп жатқасын, әрі мен неше түрлі айла орындап жатқасын, бұны жоғалтып жіберер, немесе өзгертіп жіберер. Сейфке салдым да, сейфті кілттеп 17 күні үйге алып кеттім. 18 күні тек ішке кірген бойда артымнан директор кабинетке жетіп келіп, әкел кілтті деп менен жұлып алды да, сейфті ашып, осылай видеоға түсірді. Ішінде осы тұр, құжаттарды ашып көрсетті де, осы қызметкердің атқарып отқан, мен ішінде черновой қағаздарым бар, соның бәрін атап, осындай істейді екен бұлар, осылай етіп жасады екен, оның ішінде мен черновой қағаздарым бар, күнделікті түртіп отырамын, жасап отырған жұмыстарымды ұмытып кетпес үшін директордың берген тапсырмаларын, соның бәрін атап келді де, оны маған баяғыны видеоға түсіруге. Күнделік ретінде мен өзіме жазамын, соның бәрін ол маған қарсы қолданғысы келеді. Дұрыс атқармай отыр, тіркеу журналының түрі осындай деп, маған тиісу. Сосын қызметкер үйіне кілтті алып кетті, сол үшін мен сенің үстіне акт жазам деп кетті маған. Мен оның бәрін видео дәлелдеме бар, ол кісі түсірген сайын мен ол кісіні сыртынан түсіріп тұрдым. Дәлелім ретінде артынан осылай айғақ керек бар деп. Жақсы, бір рет айтты. Екінші күні өткен аптаның 4-ші күні нешесі бізге облыстық қаржы бөлімінен зерделеу келді. 4-ші күні келді, бейсенбі күні, 5-ші күні жалғастырамыз деп 2-ші күні қайтып келді. 4-ші күні сол кісілер келген кезде біз сол кісілердің қасында жұмыс істедік. Сұраған қағаздарын тауып беріп тұрдық. Сол кезде мен кабинетті кілтеп кеттім түске дейінгі мезгілде. Түстен кейін олар 5-ке жақын кеткеннен кейін мен без обеда жұмыс істегесін, буфетке барып шай іштім. Сол кезде сен кабинетті кілтеп кеттің, мен сенен үстіңнен акт жазамын деп директор тағы 2-ші рет қоқан-лоққы жасады. 3-шісі бүгін 23 сәуір күні таңертең 10-дарда келді, осылай қасында бір қызметкер тұр еді. Сіз босатыңыз кабинетті, жеке шаруамыз бар деп шығарып жіберді. Ол бастауыш сынып мұғалімі, атына қамай ақ қояйын, керек емес болар. Сосын қасында іс-қағаз жүргізуші бар, жаңадан алып келдім 18 сәуір күні. Сол кісі бар, шаруашылық меңгерушісіне келіп, осы кісілер менің куәгерім деп қарсы етіп маған алдыма өтініштерді тіркеу журналының қызметкерлерін қойды да, міне журнал тұр, өтініштерді сен тіркемегенсің тіркеу журналына, төменгі жағына кіріс штампын соқпағансың, мен сенің үстінен тағы да акт жазам дейді мені. Былай қарағанда акт жазатын ол жерде мен заң бұзушылық жасап отырған жоқпын. Негізі жоқ. Көп болса тіркеу журналына жазуға бүйтіп 2-3 адамның атын ұмытып кеткем. Мен ол журнал артында тұрғанын білмедім деп айттым, бірақ ол кісіге. Білген жоқпын. Ол алып батқан заңсыздық деп айта алмаймын. Мен сол жерден де жазып бере салар едім оны. Сосын төменгі жағына кіріс штампын соқпағансың дейді. Ол жерде кіріс штампы хатшыда. Мектеп директорының хатшысы қабылдайды өтініштерді іштегі қызметкерлерін. Сол кісі соғып алу керек кірісті. Штампы сол кісіде, сол кісі соқпаған. Соны
Сол бүгінгі оқиға ғой. Соны айқайлап маған жаңағыдай видеоға түсірді. Мені куәгерлерім тұр, осы кісі деп менің түрімді видеоға түсірді. Мен ана кісі айтып жатқанда дірілдеп отырдым осылай. Білдіртпей төменгі жағымда қол аяғым дірілдеп, аузым бір жағы дірілдеп. Сосын ана кісі кетіп кеткеннен кейін тынысым тарылып, Аяжанға звондадым. Аяжан маған сөйтіп жатыр, мен не істеймін? Дірілдеп отырмын мен қазір деп. Иә, сөйлеп айтты. Сосын сөйлеп отырмын, қатты жүрегім қысылып, ауа жетпей, маған қасымда шыққан жүргізушісі бар, жаңадан келген Әлия деген. Терезе аш, есік аш, маған ауа керек деп сөйтетін. Аяжанға соқтым, маған ауа керек, мен жаңа мені сөйтіп жатыр, Аяжан, мен не істеймін, қорқып жатырмын, мен дірілдеп деп. Скорый шақыра отырсаң деді. Скорый шақырттым. Жаңа 4 таблетка дәрі берді, артында сұраған жоқпын, қобалжып отырып. Укол салып, мені тыныштандырып кетті. Давлением өзім, пониженный давлением, су пониженный түсіп кеткен өзінде. Иә, ана кісінің несі жаңа, фельдшер тіркеді, я 103-ге звондап шақырттым. Одан кейін 102-ге звондап, участковый шақырттым мен тағы да. Себебі бір емес 3-ші мәрте мен акт жазып үстіне статьямен шығарғысы келіп отырмын. Мен ол кісінің негізгі мақсатын білмеймін ғой. Ол кісінің үстіне жазғасын мен, ол маған өшкесіп, кері әрекет жасап жатқанда түрі ғой ол. Директор болғанына 2012 жылдан бері ғой. 13-ші жыл ғой. 25. Полиция жазып алып кетті өтінішімді. Түс қайта директордың жұмысында бола ма, сол кезде келем деп жаңа келіп кетті. Директорге тікелей жолықты, маған жолыққан жоқ. Білмеймін қандай шешім қабылдап жатқанын. Мен жұмысқа кірген приказымды сұратып алып, біздің жақтан. Жаңа 2023 тамызда кірді мен уақытша жолға. Иә, полиция келген мезетте директор сұратып алып. Вызов бердім, менен келіп жаздырып алып. Жоқ, маған келді, иә, обед уақытында келіп жаздырып алды да. Ол кісі кетті, обед мезгілі сағат 2 шамасы.